Ассалаумағалейкум, қалдарыңыз қалай? Денсаулықтарыңыз жақсы ма? Бүгінгі сабағымыз ол маркетингті ары қарай жалғастыру. Яғни маркетинг жайлы 4 қағиданы айтатын боламыз. Яғни ең әуелі, ең бірінші идея болу керек. Ең біріншісі идея болу. Мысалға сіз не жасайын деп жатсыз, не сатайын деп жатсыз, бірінші идеяңыз болу керек, қалай болу керек, не істеу керек деген сияқты. Оны идеяңыз болғаннан кейін, мысалға қазіргі уақытта енді бутик аша алмайсыз, бірақ интернет магазиніңіз болу керек, интернетті ашу керек, мысалы Instagram ашу керек па, немесе басқа нелер сайт ашу керек па деген сияқты, мысалға сондай идеялар болу керек. Оның кейін идея болғанда Instagram'нан мысалға магазин ашатын болсаңыз, не сатасыз, қандай не жөнінде айтылады деген сияқты осындай идеяларды жоспарлап жасап алу керек. Онан кейін үшінші, егердем сіз жоспарладыңыз, неңізді жасадыңыз, жаңағыдай идеяңыз айттыңыз, жоспарыңызды жасадыңыз, онан кейін жоспар жасап болғаннан кейін де оның упаковка деген нәрсе болады. Упаковка дегеніміз ол, мысалға айтатын болсаңыз, бір затты алайық, мысалға бір телефонды алайық. Телефонның мысалға коробкасы болады, ол сырты қандай болады, несі қандай болады, жаңағыдай суретті, сыртындағы суреттері, жазулары қандай болады деген сияқты. Сол сияқты мысалға сіздің интернет магазиніңіз болатын болса, оның жаңағыдай авасында қандай сурет тұру керек, жаңағыдай биосында не деп жазылып тұру керек, мысалға ол адамдар іздегенде қалай тез табу керек деген сияқты сондай нәрселер тұру керек. Және де ол сол егерде Instagram'да магазиніңіз болатын болса, немесе интернетте магазиніңіз болатын болса, сол интернеттегі магазиніңіз несі қалай дейміз, жаңағыда көрінісі қандай болу керек деген сияқты упаковка жасауыңыз керек. Әдемі көрініп тұру керек, суреті, видеосы, контекстері, жаңағыдай сөздері, жаңа басқа нелердің барлығы әдемілеп соны мықтығып жасап қойыңыз керек. Мысалға магазин болатын болса, мысалға магазинге кірген кезде, оның ішінде кірген кезде, мысалы киім дүкені болатын болса, кірген кезде, оның киімнің ішінде жаңағыдай нелер болады. Мысалы манекендтер тұрады, әдемілеп іліп қояды, жаңағыдай суреттерін көрсетіп қояды, немесе оның ішіндегі сатушы адам қандай болу керек, оның сатушы адамда жаңағыдай өзінің аты жөнін таныстыратын жаңағыдай несі болу керек не жерде, қағаз жаңағыдай не дейміз, сондай болу керек деген сияқты нәрселер. Киімдері сатушылардың киімдерінің барлығы бірдей болу керек деген сияқты сондай упаковкалар жасауыңыз керек. Интернет магазиніңіз болсын, кәдімгідей офлайн дүкеніңіз болса да. Енді бірінші идеяңыз болды, жоспар жасадыңыз, одан кейін ол жоспарыңыз іске асырып упаковка жасадыңыз. Онан кейін барып, барлық нәрсе дұрыс. Магазин ашып қойдыңыз, ішін әдемілеп сәндеп қойдыңыз, упаковка жасап қойдыңыз. Енді трафик жасау керек. Трафик дегеніміз не? Ол жарнама жасау. Яғни клиентті әкелу, клиентті шақыру. Мысалға интернет арқылы болатын болса, интернет арқылы таргетинг жасау арқылы сіз клиенттерді өзіңізге шақырасыз. Төртіншісі, сонан кейін барып сіз оны сатасыз. Клиент шақырғаннан кейін барып ол нәрсені, затыңызды, тауарыңызды сатасыз. Мысалға барлық нәрсені істеп келдіңіз, идеяңыз керемет, упаковкаңыз керемет, трафикті жаңағы жарнаманы керемет жасадыңыз, бірақ сатуға келген кезде сата алмасаңыз, бүкіл істеген жұмысыңыздың барлығы далаға кеткен болып есептелінеді. Яғни бұлайша айтатын болсақ, құр бекерге іс әрекет жасаған болатын боласыз. Сол үшін сатуға келген кезде сіз оны жақсылап сатудың да жолын жасап әдемілеп істеуіңіз керек. Мысалға айтатын болсақ, ресторанды алайық. Ресторанға келгенде мақтады, біреулер не істеді айтты, жарнама жасады, алып келді, ресторан ішін әдемілеп сәндеді. Енді ішіне кірген кезде официанттар бар, басқалар бар, солар жөндеп қызмет етпесе, сіздің жаңағындай сатуыңыз жүрмейді. Ол жерге клиенттер келмейді. Ол жерде сататын адамдар, мысалға айтатын болса, официанттар жақсылық қызмет жасау керек, қызмет атқару керек, жаңағыдай клиенттің көңілінен шыға білу керек деген сияқты. Міне сіздерге осы 4 қағиданы сіздерге айтып отырмын. Осы ең әуелі осы 4 қағиданы есте сақтаңыздар. Рахмет.